Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев. 1931 жылы ақпанның 9 жұлдызында Алматы облысы Нарын ауданы Шолкөде ауылында дүниеге келген. Анасы Нағима, әкесі қарапайым колхозда сушы, шалғыншы болып істеген. 1948 және 49 жылдардағы Қазмудың филология факультетінің студенті, жазушы, ақын, аудармашы, қазақтың ағартушысы. Қарлығашым, келдің бе? Үш бақытым. Шешесен бақыттысың. Бақыт, өмір өзен, өмірдастан, соғады жүрек, пәк қыз сынды және тағы басқа шығармалары, үш аударма кітабы, Ильич, Аруана, Чили шуақты менің, Шекарада және тағы басқа да поэмалары бар. Мұқағали атамыз 1976 жылы 27 наурызда 45 жасында Алматы қаласында қайтыс болған. Елім деп, жерім деп, ұлттың өркендеуі үшін ат салысқан қазақтың майталман ақыны. Өшем деп, өкінбеймін, жыламаймын. Жыласамдар жұбат деп сұрамаймын. Қыранның құдіретін қимасаңдар, қайтейін, тағдырын бер құралайдың. Тағдырын бер, тағдырын құралайдың. Қашан атып алғанша құламаймын. Сосын танып, тұп-тұнық тау бұлағы, жанарымда жайнаған тұнадайдың. Сайраңдаймын, сайларда қырдасамын. Сыңсыған нұрмен мен сатласамын. Қарауылға іліксемлігейін, қызың ұқсап келмейді мұң жасағым. Өшем деп, өкінбеймін, қайғырмаймын. Өткен өшті, енді оған қайрылмаймын. Қыранда, құралайда болмаған мен, атымнан адам қойған айырылмаймын. Арпалысып жүргенде өмірменен, қай-қайдағы әкетпес көңілдеген. Өлсем өлем өзімнің жерімдемен, қалсам қалам өзімнің елімдемен. Жыламаймын сондықтан көңілденем.